В общем, бұл форматты жалғастырып жандандыру керек. Екі көлікті жарыстырып, комплексті сынақтан өткізсек зор емес пе? Ассалаумағалейкум баршаға. Менің есімім Олжас Оқас, жанымда Нурик Жеңіс. Бұл көтпе-көт Айдара. Ол жеке, бәлкім бетпе-бет шығар? Сондай шығар. Бүгінгі хедлайнерлер GAC Empao және Chang'an UNI-V. Плюс минусын анықтап көреміз бе? Кеттік. UNI-V нарығымызға қадам басқалы жастардың арасында өте атақты модельге айналды. Неге? Себебі Қытай автомобильдер арасында седан, лифтбекке таңдау жоқтың қасы деуге де болады. Олар тек кроссоверлер арасында айқасады. Осыны түсінген GAC жақында ғана өздерінің су жаңа Empao деп аталатын седандарымен таныстырды. Екеуінде де турбо полторашка мен робот. Екеуінде де алдында Макферсон, артында тәуелсіз аспа. Яғни жолдағы мінездері ұқсас. Алайда Empa'удың ауырлық центрі төменірек. Екеуі де агрессивті, заманауи сыртқы стильге ие. Бірақ жақтағаным емес, UNI-V лифтбек болғасын ба, силуэті атылған оқ сияқты сұлу. Байсалды сызықтар, тіпті есік тұтқасының өзі ұясына кіріп тұрады. GAC-та өз алдына сұлу, азулы қасқыр, бірақ дизайнда мен келіспейтін жерлер бар. Нақты айтсам, мынау артындағы GL комплектациясында дизайнына мүлдем келіспейтін спойлер. Капотының астында құдды бір 700 жылқысы бар сияқты. Бұл әңгіме Chang'anға да қатысты, бірақ олар бұны понтпен ұштастырды. Ал біз понтты жақсы көреміз. Қаласаң қанатын шығарып, қаламасаң жасырып қоюға болады. Нурик, кейбір тұста келісем. UNI-V-дің дизайны байсалды, силуэті секси. Бірақ агрессия Empa'уда да жетеді. Мына көзін қарасаш жолбарыстың жанары сияқты. 18 дюймдық әдемі дисклері сыртқа шығып тұр. Вертикалды, грилі, фейк емес, аэродинамикалық элементтері және карбонға ұқсас пластигі мемұндалап тұр. Пырылдап тұрған дыбысын естідің бе? Спорт режимде ғана емес, мәжбүрлі түрде үнемі қосып қоюға болады. Статикалық спойлер бар кезде кіріп шығып жыбырлайтыны не керек? Сосынше қытайлардың барлығы артқы стоп шырағын моно қас қылып жасап тастатты, мұны алтын стандартқа айналдырды. Міне классика. Оң жақтағысы, сол жақтағысы отдельно сатылады. GAC-та драйвтан ләззат алғың келсе, немесе құрдастарыңның алдында одан әрмен мақтанғың келсе, рөлде мұржа батырмасы интеграцияланған. Бұны бассаң, мотор дыбысы ұлғайып, көлігін гүрілдей түседі, тыңдаңыздар. Тура Porsche Panamera дағыдай. UNI-V-ге мініп алдым. Бірден айтам, бұндай көліктерді таксиге алмайды. Сен сияқты жас жігіттер 4К-ның орнына мініп жүр. Ал мен сияқты қартайған, іш пыстыратын таксичный шалдар тоже ләззат үшін алады. Екеуде 1.5 турбо, 7 сатылы, 2 дымқыл ілінісуі бар роботпен жұмыс істейді. Бірақ маған GAC Empa'удың жүрісі кәдімгідей ұнады. Роботты топастық үшін жақтырмаушы едім. Мұнаныңкі Chang'andағыдай 10 сағат ойланып тұрмайды екен. Бастың кеттің қара. Кәдімгі классикалық автомат сияқты. Бағасы да, көлемі де, аудиториясы да ұқсас. UNI-V қазір тек бір ғана жиынтықта сатылады. Спорт деп аталатын комплектациясы 14 миллион 390 мың теңге тұрады. Ал астыңыздағы Empao екі жиынтықта, GS және де GL деп аталатын екі жиынтығы бар. Біреуі 13 миллион және де 15 миллион. Достар, бірінің алдында жығып беру жоғынан. Как ана ес, ақын құсап көрген нәрсені жырлаймыз, дұрыс па? Қайсысын таңдасаңыз да, маған бәрібір, өйткені оны Колеса KZ-тен сатып алуға болады. Бүкіл характеристикасы, бағасы, бәрі жазылған, жүктеп қолданамыз. Колеса KZ автомобиль сатуға және сатып алуға ең ыңғайлы мобиль қосымша. Chang'an комфортқа көбірек мән берген, жүргізуші эргономикасы жақсы, ішінде мығым отырасың.
Мына меңгеріктің формасын қараш, құдды бір қауын секілді. Екеуі де аспадан аямаған. Алды Макферсон, арты көп интіректі. Бірақ маған бәрібір М-Паудың бапталуы ұнады. Әсіресе рөлі өткірірек мынаған қарағанда. Түх, басқарылуы қандай әдемі. Бірден анықталып байқалатын нәрсе М-Паудың рөлі ыңғайлы. Рейкадағы DP EPS деп аталатын электрокүшейткіштің арқасында автомобиль өте өткір. Бұл европалық мықты әзірлеме. Жылқысы аз болса да пайдалы әсер коэффициенті жоғары. Чё там? 170 ат күші, жоғары айналымдағы моменті 250 ньютон метр. Интеркулердің суыту жүйесі Қазақстан нарығында орта құнды седанға орнатылуын бірінші рет байқап тұр ме? Біздің халыққа мотордың пайдалы әсер коэффициенті емес, сенімділігі маңызды ол жеке. Мына моторды білесіздер ғой, Blue Core отбасынан шыққан рекордсымен халық мініп, өздері тексеріп, әбден сенімділігіне көз жеткізді. Ал М-Паудың 1.5-ы қанша жүріп беретін құдай білсін. Бұл жерде де 1.5 турбо, мотор қуаты 181 жылқы. Ананікіне қарағанда 11 тай артық. Жоғарғы айналымы 300 ньютон момент. Міне видеоның сіздер күткен ең қызықты сәті. Қос автомобильдің жылдамдығын, динамикасын тексеріп көрмедік пе? Иә, Сокулға басқа не үшін келдік? Сенгі паспорт бойынша қанша жүреді? 6.95. Менкі 7.2. Қазір далада 84 градус. Паспорттық көрсеткіштерін қайталай алмайтын шығар, бірақ халыққа қызық қой. Көрейік ендеше. Кеттік, мен дайынмын. Ой, достар, бізде бәрі серьезно. Safety first, яғни қауіпсіздік бірінші кезекте. Ал, бісміллә, драгиді қосайық. UNIV-дің таза салмағы 1400, ол жекеңмен қосқанда шамамен 1500-ге жетіп қалады. Ал мұнаныңкі 1475 келі. Менімен қосқанда 1600-ге барып қалады ғой. Қытайдың роботы жерге қаратпаса болды енді. Нұрек, дайынсың ба? Дайынмын. UNIV-дің қызғылт сары түсті белдігі спортқа баулайды екен. Коробка спортта. Супер рейс батырмасын бастым. Менің 1-2 үшін бойынша. Ендеше бастайық. 1, 2, 3. Секір жануар. Чанган артта қалып кетті ғой. Сұмдық. М-Пау алға сұрылып кетті. Бас. Букс тесідіңіздер ғой. Базар жоқ. М-Пау өзінікін алып кетті. Енді атмосфера ретінде мынаны айтайын. Далада күн ыстық, 35 градус. Турбинаға бұл қолайсыз ауа райы. Дегенмен, М-Пау өз уақытына жақын жүре алды ғой. Мә, саған бөлек. Чанган көрінбей қалдым да, қапталдағы айнадан. Бірақ сенімдімін. Чанган құжаттағыдай мүлдем жүріп тұрған жоқ. Себебі мұнаның құжат бойынша жүрісі 6.95 100-ге дейін. Оныңкі 7.2. Екеу жақын жүру керек. Бізде драги бар ғой. Драгиді көрейік. 100-ге дейін 7.95. Ал біздің көрсеткіші 8.22. Зауыттық көрсеткіштен шілей алыс емес, бірақ мен бұдан әлде қайда жақсы результат күткенмін. Ішкі сезім бойынша DSC оффты бастым ғой, яғни стабилизация системасы сөндірілген. Сонда да толық еркін жүруіне кедергі етіп жатқан сияқты. Бұл бағдарламалық баптау, достар. Бәлкім Қазақстан нарығындағы UNIV сондай ма екен? Нұрек, тежеушін тексеріп жібермедік пе? Маған да қызық болушы, тексеріп көрейік. Аха, қазір стандартты емес әдіс жасаймыз. Аркан көріп тұрсың ғой. Соған дейін 100 жинап ал, тұрақты түрде 100-бен жүріп отырасында, аркаға жеткенде батармазам. Яқшы ма? Яқшы. Кеттік, мен бастадым. Жүзге жетті, тұрақты ұстап отырмын. Мен де.
Чё там, Нурик, хотя бы торможениеден ұттым ғой дейм, ә? Ай, қайдам? Бірдей кеп тұр ғой екеуі. Қалай бірдей? Қарасайшы дұрыстап. Міне, сенің осың, менің оң аяғым, және Юнивидің осы. Арасы 30-35 сантиметр, сенің түсіңе де кірмеген мұндай қашықтық. Бірақ ана столбыдан мына жерге дейін примерно бір 35 метрдей бар. Бұл паспорттық көрсеткіш. Айта кеткен жөн, Юнивиде сапалы конти шинасы орнатылған, сенде бір no-name. Жоқ, менде GT деген. GT. Ең зоры GT ма? Өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Орындарын ауыстырса, бәлкім көрсеткіш басқаша болатын еді нәтижесі. Бірақ енді факт. Тежеуіш бойынша Юниви ұтып тұр бүгін. Дауласпайын. Екеуі де лифтбекке ұқсағанымен нағыз лифтбек міні. Жүк салғыш қақпағымен қоса әйнегі бірге ашылады. Жүк сыйымдылығы 381 литр және де электро жетегі бар. Ал енді М-Пауға келсек. Бұл классикалық седан. Ешқандай электро жетек, тіпті мына кронштейндерінде қаптамаған ғой. Мынаның артына омывайка салатын болсам, біраз билейтін түрі бар, себебі ешқандай сетка қарастырылмаған. Екеуінде де әшейін докатка болды. Қуыс кең екен бірақта. Иә. Сосыннан қара. Юнивидің тұтқалары қандай ғой? Аэродинамикалық деп айтамыз ба? Ашу үшін алдындағы батырманы басу керек. Балалар өз бетімен аша алмайды. Ал М-Паудікі классикалық. Ашылып жабылуы да бодрый, четкий. Көп күш салудың керегі жоқ. Есігі дұрыс бапталған да. Өткенде осындайға мініп Шымкентке барып келгем, жолда қотырды жұтып өз мықты қырынан көрсетті. 100, 150, 200 деген жылдамдық диапазонда секіртіп отырдым. Ауып кетуге бейімділігі байқалмады және шалқаюы аз. В общем, ұнады. Жолда өте тұрақты. Бірақ та сол баяғы минус дыбыс изоляциясы. 60-тан асырсаң, дөңгелектің гуілі уілдеп құлақтың түбінде тұрады. 14 миллион төлегесін машинаның ішінде шыбынның ызың естілу керек қоя. Екеуіне де мініп көрдім, маған М-Паудың салоны көбірек ұнады. Біріншіден орындықтары. Анатомиясы классикалық, бүйірлік тіреуіштері сезіледі, материалдары сапалы, Юнивидік сияқты тұтастай ожау емес, мына жастығы алынып салынады. Жұмсақ материалмен қапталған панельдің жоғарғы тұсы иіліп сәлем беріп тұрғандай, алдындағы көрініске ештеңе кедергі етпейді. Қараңыздар, спорт плюс режиміне салғанда мультимедиа мониторында қосымша индикаторлар жарқ етіп шыға келеді. Май қысымы, су температурасы, турбина қысымы, трансмиссия май мен впуск температурасы көрсетіледі. ГАК тек қана GAC өндірмейді ғой, Гуанчжоуда Toyota мен Honda шығарып жатыр. Сондықтан барлығын бір жоғары стандартқа келтірген шығар деп үміттенем. Климат контроль блогы жеке шығарылғаны ұнайды. Екеуінің де фишкасы бар. Мысалы, Юнивиде спорт рейс деп аталатын мен мұндалап тұрған сары батырманы байқайсыз, ал М-Паудың рөлінде выхлоптың дыбысын қосатын түйме. Ол жеке маған шынымды айтсам, Юнивидің салоны қаттырақ ұнады. Себебі барлығы жүргізушіге, барлық тәттілер дейікші, жүргізушіге қарап жасалған. Физикалық батырмалар көбірек және де сандық саймандар панелі мен мультимедиа дисплейі 2 бөліктен тұрады. Чанган жүргізушісін М-Паудағы мұржа батырмасымен таңғалдыра алмайсыз ау. Себебі бұл жерде супер рейс деген батырма қарастырылған. Бұны бассаңыз, автомобильдің мотор дыбысы өзгеріп ракетаға айналады. Әсіресе ожау орындықтары күшті екен. Спорт мінезін толықтырып тұрғандай, отырғанда құшақтап алды ғой шіркін. Қара замшамен комбинацияланған қызғылт сары былғары, тіпті қызғылт сары тігістер мұна орталық консольда да жүргізілген. Типа спорт қой. Төбеңізде ананкіндей люк емес, кәдімгі үлкен панорама. Плюсы болса минус та болады ғой. М-Паудың люгі ашылады. Ал мұнаныкі статикалы, тек қана шторкасы ары-бері жылжиды. Екеуінде де аяққа плюс-минус орын бірдей, екеуінің де трансмиссия туннель биіктігі плюс-минус бірдей, екеуінде де бір-бір USB порт, бірақ та Юнивиде орындық жылыту батырмалары жеке шығарылған. Ал М-Пауда меню арқылы жұмыс істейді. Бүгін Чанган Юнивидеде ГАК М-Паудыда тректа, қалада, трассада да айдап біраз
100-ден асам шақырым жүріп тастадық. Қанша бензин тұтынғаны барлығымызға қызық қой. Енді ортадағы борт компьютерге сенетін болсақ, 12-де 1 көрсетіп тұр. Білесіздер ме, құжатта қанша? Бұл негізі 6-да 2 жеу керек. Айырмашылық сұмдық қой. Достар, ДКТ трансмиссиясының жұмыс істеу принципін білетін шығарсыздар. Үнемі келесі адымды дайындап, механика сияқты жұмыс істейді. Univi-де MPOW-да стартта өте қарқынды, жоғары айналымда адымды жақсы алмастырады. Бірақ та 40 пен 30 бен жай жүрген кезде ерміштеп тірлейді. Қай адымды дайындап қойсам мына кісіге деп. Енді екеуін салыстырғанда Univi-дің айқын басымдығын айтайын ба? Оның клиенттері, кастомерлері, олардың автомобиль туралы қалыптасқан пікірі бар. Салыстырмалы түрде айтайын. Әшейін бір ғана Univi-дің 1 айлық сатылымы GAC автокомпаниясының бүкіл модельдерін қосқанда жете алмайды. Достар, байқаған шығарсыздар, қос модельді бәйгеге салып, каканайс айтып беруге тырыстық. Екі модельдің де Қазақстан нарығында өмір сүруге құқығы бар. Екеуінің де өз плюстары, минустары, фишкаларда жетерлік. Чанган біздің нарығымызға сәл ертеректе келіп, өз саудасын жолға қойып алды. Ал MPOW енді танылып жатыр десек те болады. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Видеоның сілтемесін алып, копировать етіп, чаттарға тастап жіберсеңіздер зор болады. Амандықта жүздескенше.